Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Айған Зулпиева. Мен YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен 10 сыныпқа арналған 3-ші тоқсанның жиынтық бағалау тапсырмаларын бірге орындайтын боламыз, яғни ТЖБ тоқсандық бақылау тапсырмалары. Енді бұл жерде бізде 11-12 тапсырма берілген, жалпы балл 30 балдық. Бірінші тапсырма: сілтілік жер металдарының өкілі кальцийдің маңызды қосылыстарын пайдаланады. Енді бұл жерде варианттар берілген: мүсін жасауда, тіс тазалайтын ұнтақта, үй қабырғаларын ақтауда және медицинада сынған сүйектерді таңуда пайдаланады. Екінші тапсырма. Екінші тапсырмаға 2 балл, яғни бірінші тапсырмаға 1 балл қойылады. Электрондық иондық баланс әдісінің электрондық баланс әдісінен айырмашылығын ескеріп, кестедегі тұжырыммен сәйкестендіріңіз. 1. Молекулалар В болады, яғни әлсіз электролиттермен аз еритін заттар үшін. 2. Иондар. Күшті электролиттер үшін бұл бөлшектер. Одан кейін 3-ші Д болады. H2O және OH бізде қажетті жағдайда сілтілік ортада. 4. С болады. H2O және H+ иондары қажетті жағдайда қышқыл ортада болады. Келесі кезек Б тапсырмасы, екінші тапсырманың Б-сы. Берілген химиялық реакцияларды электрондық иондық баланс әдісімен теңестіріңіз деген. Енді бұл жерде сарымен белгіленген барлық варианттар дұрыс болып саналады. Бұл жерде яғни SO3-тен SO4, яғни 2 электрон болып жатыр, 2 электрон беріп алып жатыр. Ана жерде 2 OH, яғни 2 электронды қосып алып жатыр. Сондықтан, яғни марганцев каналына 2 қоямыз, калий OH-ның алдына 2 қоямыз, натрий 2, SO3 өзі қалады. Марганцев каналына тағы 2 қоямыз. 2 қоймаймыз бұл жерде, өйткені мына жерде калий 2, дұрыс калий 2 болып, дұрыс 2 қоямыз. Және де натрий 2, мұнда да 2 болыпты, реакциядан кейін және H2O су бөлінеді. Бұл Б тапсырмасына 1 балл қойылады. Келесі 3-ші тапсырманың біріншісі, яғни галогенит иондарын анықтау үшін берілген кестені толтырыңыз. Аргентум NO3 пен әрекеттескенде реакция теңдеуі: хлорид иондарында калий хлор аргентум NO3 қосылған, реакция нәтижесінде калий нитраты және аргентум хлор түзіледі. Тұнба. Ал аргентум NO3 пен бромид әрекеттескенде калий бромиді, яғни калий NO3 және аргентум бромиді түзіледі. Енді сол аргентум NO3 пен иодид әрекеттесетін болса, калий иодиді, аргентум NO3 пен әрекеттесетін болса, калий нитраты және аргентум иод түзіледі. Бұлардың аргентум хлор, аргентум бром, аргентум иод деген заттардың барлығы бізде тұнба болып саналады. Яғни аргентум хлор ақ ірімшік тәрізді тұнба, аргентум бром ашық сарғыш түстегі тұнба, аргентум иод сары түстегі тұнба. Келесі бізде аргентум NO3 пен әрекеттескенде түзілетін өнімнің атауы: хлорид ионында күміс хлориді, бромидті күміс бромиді, иодидті күміс иодиді болып саналады. Осылай кестені толтырасыздар. Оған 6 балл беріледі. 4-ші тапсырмада қажетті сөздерді пайдаланып, мәтіндегі бос орындарды толтырып жазыңыз. Хроматография грек тілінен аударғанда хроматос түс, ал грамма бояу, графия жазу, яғни санау деген мағынаны білдіреді. Хроматография жұқа, қабатты және қағазды болып бөлінеді. Қағазды хроматография мен химиялық қосылыстардың барлық кластарын, соның ішінде амин қышқылдарды, көмір суларды талдауға болады. Қолданылатын аппараттары қарапайым, сезімталдығы жоғары болып саналады. Оған 1 балл беріледі. Келесі 5-ші тапсырмада төменде кестеде берілген тұжырымдардың шын немесе жалған екенін көрсетіңіз. Егер тұжырымдар
дұрыс болса белгісін қоямыз, егер бұрыс болса минус белгісін қойыңыз деген. Енді бұл жерде былай белгілей салдым сарымен плюс деп. Бірінші сұрақ: кальций және магний катиондары бар ерітіндіге калий OH сілті ерітіндісін қосқан кезде жасыл түстегі тұнба түзіледі. Бұл бұрыс. Екінші: кальций және магний катиондары бар ерітіндіге калий OH сілті ерітіндісінің артық мөлшерін қосқан кезде магний OH2 тұнбасы еріп кетеді, ал калий OH тұнбасы ерімейді. Бұл дұрыс. Үшінші: кальций иондары жалынның түсін кірпіш қызыл түске, барий иондары сары жасыл түске өзгертеді. Бұл дұрыс. Келесі: кальций гидроксиді бар сынауыққа түткішімен үрлеген кезде ешқандай өзгеріс байқалмайды. Бұл бұрыс болып саналады. Бұл тапсырмаға 2 балл қойылады. Б-сы: реакцияға түскен металдардың қасиеттерін ескеріп, реакция теңдеуін аяқтаңдар. Түзілген заттардың атын атап, реакцияның жүру себебін түсіндіріңіз дейді. Бірінші реакцияда кальций хлормен калий OH әрекеттескен, нәтижесінде кальций гидроксиді және су бөлінеді. Екіншіде магний хлориді және калий OH әрекеттескенде магний гидроксиді және су бөлінеді. Үшіншіде калий гидроксиді мен жаңағы көмір қышқыл газ әрекеттескенде кальций карбонаты және су бөлінеді. Соңғысы магний гидроксидіне көмір қышқыл газын қосқанда магний карбонаты және су бөлінеді. Барлық жағдайда тұнба түзіледі, яғни 2 балдық тапсырма. Келесі бізде 6-шы тапсырмада ауыз суын тазарту туралы мәліметті пайдаланып кестені толықтырыңыз. Суды тазалаудың 4-ші кезеңінде хлор қосады. Не себепті суға хлор қосады? Суды су қоймаларына жіберудің алдында залалсыздандыру қажет. Және залалсыздандыру үшін кеңінен қолданылатын әдістің бірі газ тәріздес хлормен немесе хлорлы әк ерітіндісімен хлорлайды. Дұрыс жауап осы. Келесі 7-ші тапсырма: берілген галогендерді физикалық және химиялық қасиеттерінің өзгеру заңдылықтарын түсіндіріңіз. Топ бойынша тотықтырғыш қасиеті қалай өзгеретінін кестеге жазамыз және себебін түсіндіреміз физикалық қасиеті бойынша. Енді Б-сында берілген реакция теңдеулерін аяқтап, реакцияның жүретін немесе жүрмейтін себебін түсіндіріңіз. Химиялық қасиетін жазамыз. Яғни 2 кестеге берілген, біреуі физикалық және химиялық қасиеттері. Берілген элементтер, олардың барлығы 7-ші топ элементтері, галогендер деп аталады. 7-ші топтың топшасындағы элементтер. Енді физикалық қасиеттеріне келетін болсақ, топ бойынша төменнен жоғары қарай реттік саны азайған сайын атомдық радиусы кемиді, ал бейметалдық және тотықтырғыш қасиеттері артады. Яғни бейметалға өте бейім болып келеді. Химиялық қасиеттері: калий хлормен фтор әрекеттескенде калий фториді және хлор газ бөлінеді. Натрий фтормен хлорды әрекеттестірмейміз, реакция жүрмейді, себебі белсенділігі төмен. Келесіде калий иодидіне бром 2-ні қосқанда калий бромиді және иод 2 түзіледі. Келесінде натрий бромидіне иод 2-ні қосқанда реакция жүрмейді, себебі белсенділігі төмен болып тұр. Яғни көп реакцияның жүретін жүрмейтінін біз металдардың белсенділік қатарына қарайды екенбіз. Бұған 2 балл қойылады. 8-ші тапсырманың асы: электр тоғы электролит ерітіндісі немесе балқымасы арқылы өткен кезде электролит пен металл өткізгіш арасындағы химиялық реакциялар жүреді. Нәтижесінде жаңа заттар түзіледі. Бұл процесс электролиз деп аталады. Суреттегі берілген процестерді пайдаланып, купрум SO4 ерітіндісінің электролиз деңгейін құрастырыңыз. Катодта және анодта түзілетін өнімдердің атын атаңыз. Купрум SO4-қа су қосамыз, нәтижесінде купрум мыс түзеді және O2 газ және күкірт қышқылы бөлінеді. Бұл жерде енді катодта мыс болып тұр, анодта O2 болып тұр. Келесі Б-сында аға 2 балл қойылады. Б тапсырмасында есеп берілген. Яғни мыс сульфаты ерітіндісін электролиз дегенде анодта 13-44 литр газ бөлінеді. Қалыпты жағдайда катодта 53-76 грамм мыс алынады. Бөлінген газдың шығымын толық деп есептеп, мыс шығымын анықтаңдар деді. Ең алдымен реакция теңдеуін құрастырып аламыз. Купрум SO4-қа су қосамыз. Купрум O2
және H2SO4 бөлінеді, реакцияны теңестіреміз. Енді көлем бізде 13/44-ті 22/4 қалыпты жағдайға бөлгенде 0,6 моль болады. Енді 2/1 деп аламыз. X бұл жерде 0,6-ны 2 көбейткенде 1,2 моль шығады. Енді бұл жерде бізде мыстың шығымын анықтаңдар деп жатыр ғой. Бізде 64-ті 1,2-ге бөлеміз, 76-та 8 грамм шығады. Массаны тауып алдық. Енді шығымды табу үшін жаңағы бізде катодта мыс алынады деген ғой, 53/76. 53/76-ны 76,8-ге бөліп 100%-ға көбейтеміз. Сол кезде есептің жауабы 70% шығады. 1 балл қойылады бұл есепке. Келесі 9-шы тапсырма. Белгісіз А затының ауа бойынша тығыздығы 1,93-ге тең. Құрамындағы көміртектің массалық үлесі 0,857. Белгісіз көмірсутектердің формуласын табыңдар. Енді бұл жерде бұлайша шығаруға болады. Ауа бойынша тығыздығы деп тұрғаннан кейін 29-ды 1,93-ге көбейте саламыз да, 56 шығады. С4 H8 деп жаза саламыз. Бұл бірінші жолда есептің. Ал екінші жолы басқаша шығарамын десеңіздер, онда бірінші жаңағы зат мөлшерін тауып алуға болады. Зат мөлшерін табу үшін массаны үлкен мрге бөлеміз. Яғни 85,7-ні 12 граммға бөлеміз. 12 грамм деген ол көміртектің атомдық массасы, яғни 7,14 моль шығады. Енді сутектігін табатын болсақ, 14,3 грамм. Осыны 1 граммға бөлеміз, 14,3 моль шығады. Енді ең азына бөліп шықсақ болады. Мысалы, бұл жерде ең азы 7,14 болып тұр ғой. 14,3 көп болып тұр. Сондықтан 7,14-ті 7,14-ге бөлеміз, 1 шығады. 14,3-ті 7,14-ге бөлеміз, 2 шығады. Енді С(X) H(Y) деп алып, ауа бойынша тығыздығы 29 деп, 29-ды 1,93-ге көбейтеміз. Яғни есептің жауабы С4 H8. Бұл 9-шы тапсырмаға 2 балл беріледі. Тапсырма 10. Октанның бір изомерін құрастырып, халықаралық ЮПАК және рационалды номенклатурасы бойынша атаңыз. Бұл жерде 2 метил, 3 этил пентан, диэтил изопропил метан болады. Формуласына қарай. 1 балл беріледі бұған. Енді келесі құрастырылып аталған изомердің құрамындағы қанша біріншілік, екіншілік, үшіншілік, төртіншілік көміртек атомдары бар екендігін көрсетіңіз деді. Біріншілік 4, екіншілік 2, үшіншілік 2, төртіншілік 0 болып тұр. 1 балл беріледі. Келесі 11-шы тапсырма. Белгісіз көмірсутектің оттекпен салыстырғандағы тығыздығы 1,81 грамм бөлінген миллилитр. Және оның 5,8 грамм жаққанда 8,8 грамм СО2, 9 грамм H2O түзілсе, белгісіз көмірсутектердің формуласын табыңдар дейді. Ең алдымен реакция теңдеуін қазір аламыз. CH2 O2 деп. Яғни органикалық заттар жанғанда СО2 және су бөлінеді міндетті түрде. Төбесіне берілгендерін жазып аламыз. 44 грамм бөлінген моль, ол көмір қышқыл газының мрі, H2O бізде 18 грамм бөлінген моль. Енді 8-де 8-ді 44-ке бөлеміз, 0,2 моль шығады. Зат мөлшерін тауып алдық. 9-ды 18-ге бөлеміз, 0,5 моль шығады. Енді бұл жерде ең азы бойынша есептейміз. Есептегенде бірінші реакция теңдеуін жазамыз. СО2-ні алдынан 4 қоямыз. Себебі жаңа бүтін санға 0,2-ні бүтін санға келтіріп алу керек. Біз 2-ке көбейтеміз да, 0,2-ні 2-ке көбейткенде 4 болады. Судың алдына 10 қоямыз. 0,5-ті 2-ке көбейтіп аламыз, 10 болады. Сосын реакция теңдеуіне қоямыз. Енді оттек бойынша тығыздық, яғни мрді 32-ке бөлеміз. Бұл жерде енді 32 бізде оттектікі, 32-ні көбейтеміз, 1,81. Оттекпен салыстырғанда тығыздығы бастапқыда 1,81 грамм бөлінген миллилитр еді ғой. Соған көбейтеміз, сол кезде 58 шығады. Есептің жауабы 58. Формуласы, көмірсутектің формуласы бутан деп аталады. 2 балл беріледі.
Келесі белгісіз заттың формуласын анықталғаннан кейін ескеріп, жану реакциясын жазыңыз, теңестіріңіз. С4H10 бізде жаңағы бутан шықты. Осыны жаққанда оттек қосамыз. Сіздерге айтарым, тек қана органикалық заттарды, кез келген органикалық затты жандырған кезде СО2 газы және су бөлінеді. Тек қана реакцияны алдына коэффициенттерін қойып теңестіре саламыз. Тапсырмасы осы заттың қайда қолданылатынын бір мысал келтіріңіз деді. Яғни осы бутан қайда қолданылады деп жатыр. Енді отын ретінде қолданылады көбісі. Жалпы балл бізде барлығы 30 балл. Осымен біздің жаңағы ТЖБ талдау тапсырмаларымыз аяқталды. Сіздермен болған Айғаным Зылпиева. Осыны өзіңіздің достарыңызбен, басқа да туыстарыңызбен бөлісе отырыңыздар видеоны, және видеоның соңына комментарий арқылы өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Келесі видеода қай сыныптың БЖБ ТЖБ тапсырмаларын талдауды қалайсыздар, соны да өз пікірлеріңіз ретінде жаза кетіңіздер. Және менің YouTube каналыма тіркеліп, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Подписаться кнопкасын басып, қоңыраушаның белгісін баса отырыңыздар.